Сәлем достар! Бүгін сіздерге термомикс көмегімен манты дайындау әдісін ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Термомикс чашасына 150 мл су, 1 шай қасық тұз, 350 грамм ұн салып, 2 минут колосок режимінде қамыр илейміз. Дайын болған қамырды целлофанға салып, манты салмасын әзірлейміз. Чашаны жуудың қажеті жоқ. 3 жуаны салып, 5 секунд 5-ші жылдамдықта турап аламыз. Ас қабақты да дәл солай 5 секунд 5-ші жылдамдықта турап аламыз. Туралған жуа ас қабақты тартылған етпен араластырып, тұз бұрышын саламыз. Салмамыз дайын болды. Қамырды жұқа қылып жайып, әдеттегідей мантыны жасай береміз. Варома приставкасына сұйық май жағуды ұмытпаймыз. Термомикс чашасына 1,5 литр қайнаған су құямыз. Варома приставкасын чашаның үстіне қойып, 40 минут градусын варома, жылдамдығын 2-ге қойып, мантыны пісіреміз. Дайын болған мантыға аз, көк, тұздық немесе майонез қосуға болады. Термомикс пен майонез жасау әдісін келесі видеода түсіретін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.